Расима келді. Ал енді құрметті тойларын тойғыласын. Жаңа айтып отыр ғой, 57-ші туғандар, 64-ші жылы мектепке барғандар, 74-ші жылы мектепті бітіргендер. Мен де соның біреуімін, сендермен оқымасам да, Ойыл қазақ орта мектебін бітіріп, осы кеше ғана 22-сі күні, осы июльдің біздерде 45 жылдығын жасап, Ойылға барып, Ойылдың бойында суға түсіп, судың бойында дегендей Ойылдың бойында болып, Ойылдағы бір кафеде осы тойын жасап, осындай бір үлкен қуанышқа қалып, даже бір 45 жылда көрмеген бір қыздар кездесіп, оны танымай қалып, сондай болды енді бізде де. Амына мен өте қуаныштымын сіздерменен осындай дастархандас болып отырғаныма. Енді бұл былтыр 40 жыл болды үйленгенімізге. Енді мен сіздермен байланыстырып тұрған осы күрей ғой енді. 40 жыл бұрын енді осы біздер енді 45 жыл бұрын мектеп бітірдік. Бригадаға бардым менде. Арман 74 дейтін. Жекендінің бойында кездесіп осы. Ол жерде мына Расима мен анық білем. Гүлсім Теңдібай енді марқұм сөзінің орындасы. Осы бір бірген болды. Сол жігіттермен бірге дәмдес болып осы. Кәдімгі өрісте қойымыз қосылып бір-бірімізге сол. Олар жекендінің ар жағы, біз бер жағы дегендей сондай бір жақсы неде болды. Бұдан кейін енді мына мен бұл Қарой орта мектебінің жігіттері Кенжебай мен көп жолдас болдым мен марқұм енді. Алматыға 2076 жылғы оқуға бардық, ветеринарный институтқа. Екеуміз де барып, ол жылқышының баласы мен жайым немен енді сонда да екеуміз жақсы жүрдік. Былай айтқанда, Алматыны 2 ай екеуміз аралап, Гүлсім бар менен, көз өтірмей. Көктөбенің басына шығып, Гүлсімнің төбелейі сынып. Кеше төбелейінің мүкшесін. Кеше Гүлнар болды, бесемейден. Сол айтады да, баяғы есіңде ме деп. Сол сияқты сондай қызықтар болды. Кенжебай да, содан кейін жекелдегі мұна кім Мұхамеджан марқұм. Ол да бір жақсы керім жайсаң жігіт еді. О да кетіп қалды, ерте кетті. Сондай Теңдібай да жақсы жігіт еді. Енді сол жігіттердің жатқан жері жайлы болсын, топырақ торқа болсын. Мен енді одан кейін мұна Мұрат менен. Мұратпен де көп жыл болды енді. Екеуміз араласып жүргенімізде. 60 жасында болдық біздер осы. Осы біраз жігіттер болды мұна. Сосын енді осы той жасап атқан осы Мұрат менен, Нұраяға, мұна Орынша менен, мұна Серікбайға, мұна Гүлсімге рахмет айтамын көп-көп. Бұл Серікбай ма? Жақсы яғын. Осы ұлыштың орындан ауыстырған қосынды өзгермекті. Жақсы енді көп-көп рахмет. Үлкен бір жақсы біздерде де бір қыздар ұйымдастырды кеше. Олар деген оғыз ауырып қат кеше бұл неткенен кейін. Доғдырға қарап. Ол үлкен жүк бұл деген. Ер азаматтар істей алмайтын да қыздар істетті жерде. Біздер енді оған көп-көп рахмет айтып ауырып қат, емдері батыр. Мұратқа да айтамын енді, кеше звондайып қайта-қайта. Мұрат енді ауырып қалмайды, өзіңдерін сақтай дегендей жоқ. Енді бәріңе де көп-көп рахмет. 45 жылдан кейін кездесіп, мынадай дастарханда болып жатыр. Өте қуаныштымын деген. Ал енді қалған күле айтады. Мына Расимамен де атқаны. Бойы жеткенде да? Күтті қандай күзет. Сол күйінде өзгермеген түп, дұры мұна. Күтті емізі өзгермеген ғой түп. Ал қымбатты кластастар, құрдастарым, мен 45 жылда болған білмей қалыппыз. 60-ның 40-сына шықтық, 62-ге беріп, енді мінекей. Қуаныштымын өте, көрмегендерім бар екен 45 жыл бойы көріп, азыға таныдым бар екен, кіргенмен таныдым мен. Біреуінде өзгермепсіңдер, бәрі сол екен. Бір 60 жасқа келгенде, Мұраттың 60 жасында ауыл танымай қалды мені. Артынан барып танып екеуміз құшақтасып жатсақ, тамадым айтады, ауқау не болып кетті деп. Сол сияқты, бірақ бәрі қазір кіріп келгеннен бәрін таныдым өзім. Нақты қуаныштымын.
Енді не айтамын мен, қонғаннан тіпті ештеңе де айта алмай тұрмын. Жаңағы Құдағали айтып жатыр ғой, орыстың мажасы ұқсап кіріп келді. Күйеуімнің жақсы баққаны шығар, енді осындай болып тұрғаным. Иә. Енді мен бір еске алып айта кететін, 9-шы класс оқып жүргенде естеріңде бар ма жоқ па? Класста үндемес ойнадық. Рашид апайдың сабағы, Рабиға апайдың. Сосын біреуің, егерде біреуің сөйлеп қойсаңдар класты түгел киноға апарасыңдар еді. Өздерге 5-тегі кино біздің баратынымыз, 3-тегі 5-тегі кино түгел. Рашид апай келді. Кімде жүрмей? Үн жоқ. Кім сабақ айтады? Үн жоқ. Мұхамбетжанға айтық сен тұрып, ел сабақ айтып тұрсың ғой, көбіне біздер 2 класстан сабақ айтпаймыз. Жоқ, ешкім айтқан жоқ. Енді ол қитақтап қойды. Содан деген ол ешкім мен журналда басынан бастап ет қойып шықты бәрі. Бірақ та жылап шығып кетті де Кеңес ағайды алып келді. Кеңес ағай келіп бәрімізді Атшайдың алдына алып барды. Ұрсылады. Әйтеуір ешкім күні апармайтын болып шықты. Үндеген жоқпыз 1 сағат бойы. Сол менің есімде қалыпты. Яғни құрылыстар деген жақсы ғой. Бүгін бір мықты қуанып тұрмын да бәріңді көріп, қалада тұрсақ та бірін көреміз, бірін көрмейміз деген сияқты. Бәрінде енді не айтамын, Мұратқа көп рахмет, әсіресе Райекеме, Серікбайға рахмет. Маған звондады, орыс екеуің шыға аласың ба деп. Мен шыға аламын ба? Менде күнде қонақ, күнде мыналардың қатарымен жүреді. Тағы бір компания бар. Анауына қанша біріңе шақырып, мен барамын деп бір жегіп баттым деп. Содан көп фотолар жинап қойып едім, Мұратқа кетпей, ондай көрмедім. Біз ана кездесу шығарып қойып едім бәрін. Ана кездесуге кеттік. Бұйырса, Алла соған жазсын бәрімізді, 50 жылдыққа жазсын, аман осы тұрған бәріміз 50 жылдықта кездесейік. Кеше бір соңғы тойға бар, анадайын соқтым, тамағымнан әріп қалып тұрмын. Мен айтам, бәрін отбастарының аманшылық дейін, дендеріне саулық дейін, бәрің немерелісіңдер қазір, шөмереге жетіңдер. 50 жылдыққа кездесейік, осылай басымыз аман дені сау. Жігіттеріміз пенсияға жетіп, еңбектерінің жемісін жесін, әрі ұзақ ғұмыр кешейік. Тек басымыз бір жастықта қартайып жолдастарымызбен қалғанына қыздар ортамызда жүре берсін. Қысқанда қыздар. Құрметті класстастарым, бірге оқыған, өте қуаныштымын, бәріміздің басымыз қосылып жатыр. Осыны ұйымдастырған Мұрат класстасым, Рая, үшеуіңе көп рахмет. 45 жыл көрмегендер бар екен. Бірен сағандарын көрдім ғой. Өте қуаныштымын, жолдасым келе алмай қалды жұмыста, бәріңді жақсы өткізіңдер деп бәріңе сәлем айтып жатыр. Енді мен не айтайын білмеймін. Мен деген тауып тұрмын. Өмірден өтіп кеткен класстастарымыздың жатқан жерлерінде болсын. Дым көремін кетті оларға. Қалған семьяларына берсін көремін. Не айтайын, мен мектеп кезінде жүріп те жүрмеген екенмін. Мұндай қарабаға ма, мен қойып кішкентай боласың. Сосын одан бригадаға кетіп қойып ақтық. Сол кезде мен атқа міне алмайтын, қойып жетпейді. Андай стол қойып мінем. Сосын дым, атты жүрді мен қорқам бүйтіп бақырып. Әзен марқұм жатқан жер жай жұмысын әзен үйретіп жеді маған. Бір айда ма күшті шабатын, атқа шабаратын күйге жеттім ғой. Не айтайын енді? Осылай басымыз қосылады екен. Бақытты болыңдар, балаларының рахатын, немерелерінің рахатын көріңдер, шөбереге жетіңдер. Келем осылай тойда жүрейік, жамандық көрмейік. Класстастарға деген сағынышын бұланда кеттік. Әйтеуір көріп мауқымыз басып жатырмыз, сағынышымыз басып жатырмыз. Кейде ойлап, бәрің ойлайсың, қайда жүр екен, қай жерде жүр екен деп. Енді анау ана жақта тұрады, мынау мына жақта естіп жатырмыз, осы Мария Оренбургта тұрады. Осы Мариямен интернет жүрміз деп. Осы мына Мария қаңғып жүгіріп тұрмайды деп интернет. Қайқайттың да орынбасар екен отырып кетеді. Постоянно сонымен. Сол енді былай бәрін айтып еске аласыңдар, қандай қызық, жақсы қызық кездесу болды, бала болдық. Біз 10 оқып жүргенде қазіргілермен біздерді салыстырмайды қазір оқушылармен. Біздер 10 оқып жүргенде дым білген жоқ, бала болдық. Ешқайда шықпайтын еді. Бір киноға 3-тегі киноға 5 тиын. 5 тиын ол бізде. Сол кешке киноға кейде енді 10 естегесін барып қоямыз ғой. Бітті ертесіне учительскийден шығамыз. Мұғалімдердің алдынан барып ұрсады. Солай жүрдік.
Біздің кезімізде күшті болды, заман деген тәртіпті болдық, анау сіз болған жоқ. Он бітіргенше үйден шыққан жоқпыз. Мен айтайын, жақсы болдық. Мынау мен тыныштық, туған әрі класстасым, екеуміз бір үйде өстік. Бір қаранан бөліп жедік, бірге осы Қави атамды білесіңдер ғой, Қави атам Мәскеу әжемді осы сол үйде жаттық бәріміз, кілең көп бала. Енді рахметімді айтамын, көп өздері бірге болдық, қазір қалада тұрып, баяғы абитуриент кезде осы Ақтөбеге келеміз оқуға түсуге. Осы тыныштықты келгенбіз, бізге бір не сияқты, жай ештеңемен істейміз, ол жақтыра ма, жақтырмай ма, Мырзамұрат марқұм жатқан жай өмір бір қабақ ішіп тұрмай екен. Біз келеді, әйге сөйлесейік, тапайық. Қазір ойлап отырсам, ұят екен қосылып жүрмейді. Қазір барып көрсең, тұмау үйінде өйтіп батып кіре алмайсың. Рахмет. Мырзамұраттың көрермен кеткенін көріп, шылымның ағатын көріп. Класстастар не айтайын енді? Осылай басымыз амандықта қосыла берсін. 20 жылдығымызды тойлайық. Осылай ары қарай Алла берген жасын жасап жүре берейік. Аман болыңдар. Жақсылықта кездесейік. Құрметті менің мына бірінші класстан бірге оқып келе тұрған, өзім жанындай жақсы көретін классташ жолдастарым, ұлдар, қыздар, бәрің әдемі-ақсыңдар. Бүгін кейбіреулеріңді мана танымай қалып жатырмын, кешірім сұрайын, көптен көрген жоқпын, соны шығар. Енді бірақ та байқадым, бәрің әлі жап-жас, көңілдерің баланың көңіліндей сондай. Әде бүгін бә өмірдің түрлі белестері болады, қиындықтары болады. Соның бәріне қарамай, бәрің сондай көздерің мөлдіреп, прям көңілді жүрсіңдер. Бүгін бәрін ұмытып жүрсіңдер, бәрінде. Соның бәрін қуанып отырым көріп. Мен қалаға тұрмысқа шықтым, Мырзамұратқа, содан бері осы жолдастарымыздың көбі біздерде қасында болды. Бірге жүрдік, жаңа Расим айтқандай. Соның енді 3 ұлым бар, сіздерге айтатын. Көбі білет, мына жерде көбі білмей шығар, бірақ та көпшілігі білет, біздің үйде болып бәріміз қауқылдасып жататынбыз. Сонда марқұм айтатын, орманда жүрсіңдер ме деп. Сол айтқан, мына Мұрат, Рая, біздер деген бір үйдей болып кеткенбіз. Мына жерде Айса бар, бүгін Айса жоқ. Сол өмір деген өзі қысқы екен, қамшының сабындай. Талай қызықты кездеріміз болды. Жақында бір зонық соғып атырсам, Рая ар жағында қауқылдап Мұратқа айтып атыр. Мырзамұраттың жақсылығы-ау, баяғыда жүре беретін едік екеудің ортасында. Мен не жамандық болдым екен деп ойлап қалдым, сонда тума менігі ғой. Соның жаңағы Сол 3 ұлымнан 8 немере бар қазір. Жаңағы бәрі де жақсы. Алдыңғы немерем университетте оқып жатыр, уже 1-ші курсын бітірді. Шүкір Аллаға. Ұрпақтарымыз жалғаса берсін, сөйтіп бәрімізде балдарымыз ер жетіп, немерелеріміз шөбереге жетіп, шөпшікке жетейік. Осылай барлығыңыз көңілдеріңіз баланың көңіліндей болып, тек қуанышты күндеріңіз көп болсын. Сіздерді осылай жарқырап көргім келеді әр уақытта. Бүгін қуанышым қойныма сыймай тұр. Сіздердің орталарыңызда жүре бергім келеді, бола бергім келеді. Бәріңізге тек жақсылық тілеймін. Мен сіздерге айтатыным, бірінде Мұрат айтқан, бір естелік айтыңыз деп. Соны бір естелік ойыма түсіріп отырмын. Бимашева Жібек құрбымыздың үйінде туған күн. Бәріміз туған күнге барып, жасырынып, Бекболат ағайымыз ақ-боз атпен келіп, біздерді бәрімізді қуып шықты. Сонда бардық, болдық, Мұрат болды, Гүлсім болды. Сен болмадың да, сен болмай қалдың да, списікте жоқсың. Келесі күні бәріміз списікте болдық. Сондай бір күндер болды. Қазір туған күн деген бәрі, екінің бірі балдар тыңдамай жасай береді. Біздер сондай бір тілалыш, сондай заман болды ғой біздерде. Бірақ та қазір сол заманымыздың жақсылығына мінекей бәріміз бір үйдің баласындай болып, бүгін Мұрат пен Раяның, Гүлсім менен Серікбайдың мінекей орыншағының кішкентай ғана звоногіне бәріміз жан-жақтан жүгіріп келіп жатырмыз. Бір-бірімізді көру үшін бір ұядан өскен балдардай болып. Әр уақытта бәріңізге тек бақыт тілеймін, жапырақтарың жайыла берсін. Кішкентай ғана немерелерің, шөберелерің барлығы қызықтарыңызға өссін. Өздеріңдей бәрі ұйымшыл болып, біздерді әжелерін көруге тырысып тұратын болсын. Айтып кетейін, біреу ойлап қалар, сыймас шығып кетті. Балдарым болды, 2 ұлым бар, 3 біреу кішкентай кезінде
қайтыс болып кетті. 2 ұлым бар, 1 ұлым осы жақта тұрады, 2 немерем бар. Bir 30'da мен де айтып 30'da ұлым бар, үйленбеген қыздарым болса. Мен де күшті ұлы жұмсаймын, жаңа кім айтып ешқайда шығармаймын, сүйіп салдырмаймын. Жұмыс істеп деймін, жақсы қыз болса маған айтып қойыңдар. 30'да ұлым бар, үйленбеген. Жолдасым электрик болып жұмыс істейді, дежурный электрик болып. Я сол. Хромтау жақта станция Просторы деген бар, сол жерде тұрып жатырмыз. Өзім пенсияға шықтым 4-5 жыл болды, жолдасым әлі шыққан жоқ. Бар осы. Балдарын айтып отырмын, менде бір қызым бар, жаққан жоқпыз. Шүкір балдарда немере бар, 2 ұлдан 2 ұл бар, қыздар енді 6 ауыл бар. Шүкір жиендерден. Өзімден сұрайын дедік, Зибалай ма еді? Зибалай деген қыз болды, сол байда? Сол жоқ қой. Өздері Зибалай дейді де, менде Зибалай дейді. Өздері Зибалай. Қожа Мырзатаева үмітті мен енді жақсы танимын. Жақсы күні кешірші бір хабарласып тұрады, артынан солай белгісіз болып кетті. Жастар суретке түсіріп алайық. Ал жіберейік. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге әдемідеп ауылға барам деп, міне ауылға деген сағыныштарыңызды әдемідеп әнмен басып берейік. Қабыл алыңыздар. Аман ұлдарыңыз баршаңызды ауылға сағыныш деген әдемі әнмен ойынға шақырады. Тағырадың жол жүрек Ен жаққа барам жүрегім елге ен жүрек Ауылдың суы ауылдың мұңын аңсатса Күйбір тірліктен дүрлек шулары шаршатты Ауылға барам бәріне туыс ен жаққа Аңқылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар Сүйеніп тұрып, адам сүйенген шарбаққа Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазар Сүйеніп тұрып, Anam suyungen şarbaka Жол жүрегімді бармасан елге болмайды Қымызымда жан тіремін елге маңдайды Ет жанымдарым аттанып кеткен келмеске Көз көргендерге Azayım tatlı sollaydı Ağla bana derdi dost bir canla Ankıldaydılar, karamaydılar var şoka Ağlım jaylı, bağlım jaylı jır jaza Suyunum durur, anam suyungen şarbaka Құтты болсын, бастарына бар киімдерің сау болсын. Құтты болсын, құрметті ағай. Ауылға барам, бәрі де дос ел жаққа. Аңқылдайдылар, қарамайдылар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым
шапқа ауылым жайлы бауырым жайлы жыр жазсам сенің тұрып анам сүйеген шарбаққа рахмет. Міне енді ауылға сағыныш деп баршаңызды аманолдарыңыз ауылға шақырды. Жағдайым оңдасын, қыдырмауға қолдасын, бәрімізге шалққан бақытпен байлы орнасын. Аспаным айлы, адамым майлы, ұрпағым алып болсын, қолдаушым халық болсын, дұшпаным алып болсын. Әмин. Енді баршаңызды ортаға биге шақырайық. Шай дастарханы мынада орналасқан. Алмасып шай ішеміз. Кездесуімізді әдемілеп жалғастырайық. Екінші ақ дастарханымыздың басын бастап беруге қуаныштың төріне аға-апаларымыз шақырайық. Екінші ақ дастарханымызды бастап беретін орынбасар Нұржауған, Гүлнар және де мендерге жазып қойыпты, Айман деп жазып қойылды. Есімдері аталған қонақтарды шақырайық. Орынбасар Нұржауған, Гүлнар, Айман сынды қонақтар билеп қуанышын төріне келе қойсын. Ақ тілектеріңізді білдіріңіздер. Шықтық па? Орынбасар Нұржауған, Гүлнар, Айман. Құрметті кластастар, мынау енді бүгінгі 45 жылдығымыз құтты болсын. Әлде де 50 жылдығы тойлайық. Одан да жазы тойлайық. Сіздерге тек бақыт тілеймін. Маңсағандар амандарыңа жетіңіздер. Бала шағаларың қызын көріңіздер. Мына өзі мектепте көп оқымаған адаммын енді. 3-ке 2 оқып едім. Айып етпеңіздер. Сөйлей алмай тұрмын енді. Айып етпеңіздер. Құрметті де қымбатты 1957 жылы туып, 1974 жылы бітірген өзіміздің қыздар, жігіттер мына бүгінгі 45 жыл болған екен ғой. Өткенде де 10 бітіргенімізге уже 45 жыл болған. Мына көзді ашып жұмғанша жылдар өтіп жатқан екен. Осы 45 жылдарымыз құтты болсын. Барлығына мына денсаулық болсын, отбасыларың аман болсын. Немерелердің қызықтарын көріп, бәрінде жүре беріңіздер. Енді мен өзімнің неме келетін болса, мен мен 1995 жылы осы Ақтөбеге көшіп келдік біздер. Содан осы жақта одан 12 жыл бұрын жолдасым қайтыс болды. Бір ұлым, 3 қызым бар. Бәрі де қазір аяқтанды, шүкір. 3 жиенім бар, 2 немерем бар. 6 студент болып оқиды. 92 жылы қызым бар, тұрмысқа шыққан жоқ әлі. Мұғалім, ұлдары барлар ойланып қоюға болады. Иә, айтып қояйын, менен кінә болмасын деп атқаным ғой енді. Енді мынау бүгін бәріміз класстастар, құрдастар деген бәріміз басымыз қосылған, тіптен не айтарымызды білмей жатырмыз. Өзіміздің әже болғанымызды бәрін ұмытып кетіп кәдімгі бір балалық шақ сияқты болып кеттік. Бәріміз де ойымыздағы айтып, бейімізді билеп кәдімгі еркін жүрміз қазір. Осы дейін айтамыз. Деніміз сау болсын, бәріміздің де отбасыларымыз аман болсын. Мына осыны ұйымдастырған жаңағыда айтып жатырмыз ғой, Мұратқа, Раяға, Гүлсім, Серікбай, сендерге де көп рахмет. Мына бәріміздің басымызды қосып, ойдан қырдан келіп жатырған
Alыстан келіп жатыр мына. Чымкент Чаудан келіп отырғандар бар мына жерде. Орынбордан келіп отырған бар. Мына барлығымызды айтып, бақытты болыңыздар бәрінде. Дендеріңіз сау болсын бәрінің. Айтатын сөз көп сияқты екен, тоқып тұрмын, ұмытып жатырмын. Аман болыңыздар, келесі аманшылығын берсін. Мына 20 жылдыққа бәріміз осылай тек аманшылықпенен қауышайық. Бәрде семьясындағы болып жатқан жағдайды айтып отыр екен менде. Нұрғалиевімізде 6 қыз бар, 6 қыздың да үшеуі бәрі де үйленген, бәрі жақсы, тұрмысқа шықты бәрден. Енді мына кеш қалып қойыңдар, одан басқа беретін біреуін. Айнаға беріп бәрден білмей қарым. Жолдасын дүниеден өтті, енді 6 балам бар, 4 қыз 2. Қыздар ұяға, ұлдар ұяға деген сияқты. 12 немере бар. Пенсиядан дейді. Осылай қақты бұдан шағылап жүрейік солай. Дендерің сау болсын, отбастарына бар болсын. Ұйымдастырған Мұратқа, Раяға, Серікбай Орыншаға, Серікбай саған, Гүлсімге көп-көп рахмет, бастарымызды қосып. Дендерің сау болсын, отбастарың заман болсын. Тек қана қуанышта ғана кездесейік. Сурфинді рахмет. Одан әрі енді қуаныш жалғастыруға ортамызда Мұрат ағамыз шақырайық. Құрдастарымен өзінің бір шағын ойыны бар екен. Бұрын енді тайғұлындай тебісіп бірге өскен құрдастарымен сол балалық кезді бір есіне алып, жақсылап ойын ұйымдастырамын деп жатыр. Ағамыз шақырайық. Аға келіңіз, біз әуенмен әрлеп отырайық. Өзіңіз әзілмен жарасқан құрдастарыңыз шақырыңыз. Ал қазір 2 класстан 5-5-тен шығамыз. Оның таңдағандардың шығындары любойына. А классынан 5-еу, Б классынан 5-еу. Ал баяғыда бала кезде ойнап тұр. Қамырғаны қамчылып, қамчылып. Ал бұл ойын өйнейді. Ал күндер бақтыңдар, күндер қолдаңдар. Өлеңдерді білесіңдер ғой.
Attan olup gittim. Samurgani kamşeyi, amatorgay kamşeyi, gökdelik bütünsüz getirdi. Sen sormayın, ayman badır keldi. Al, bitirip oynardım. Yekiden öğretimi bakılasın şeyde. Yeri oldu. Ha, herkes dinliyorum da. Hey, gel buraya gel. Bak yedi kadar ağırlatmayı bakılatı, ellerinde kuyumunu. Oy bana balmadım. Hadi ben bunu. Bana gitti mal pazarına var bana. Ben tiyeri yok. Bana mal pazarına git. Yok git. Bana da tiyeri yok. Yıkıyor mu be? Bana da olsa. Ay yok son git. Bana olacaksa diyeyim. Bana olacaksa. Bana 4 lira olur mu? Tamam abi. Bu da tüpsüz. Kasına bir adam tapaydı, yıkadım onu. Ne? Kaçan, vurmasın kaçan. Bakılasından vurmasın. Adam, ay yürüsün. Kim burada? Ben bunu aradım. Hadi yukarı git. Ay, cenazenin üzerimize doldurayım, doldurayım. Niye geçmedin? Getireyim bana. Yıkıyorum ben. Ağırlarda yıkıyorum ben. Yıkıyorum gerek. Al, dayılar koldundur mu? Radmiki bitti mi? Kuttu ara, kuttu ara. Gerek. Vay be, oldu. Al, kayıtlarını gel. Anladın mı? Al, yatlarımda. Da yerine sana... Yok, topluma. Yerine midepeyim var. Her bir teyip olmadınız. Vay, teyip olmadınız. Kim lan? Vay. Al, madara. Cirka teyip. Ha, cirka. Hayır, yok, zor mu? Ha, vurmuşlar kilimize. Hadi be! Vurmuşlar, kilin vurmuş. Sen, kalacaksın da. Hayır, balayını kimittirme, balayını kimittirme, hayır. Ben bugün kulayı, Murat benim bir koyun, kalayı... Yedi, ben... Işkım dedi evde ne bu ne şart dedi dedi daha olmaz dedi. Hatta ben boydum giderim. Bir sene. Ben kafam gel al. Kayıttan baktıydın da. Kolay mı? Yok kalayını giderim. Al. Bunun tekleri demek ki
Dibime. Ya. Kanı gerek bizge. Çok kötü. Hadi geçelim. Ha, kaçıktım. Çok koydum. Çok teşekkür ederim. Tiga dokter. Bu yeni kim? Oturup kayıtta tutuyor. İşte bunu yıkıda bir. Ona yıkıp onu tutuyor. Dinleri yıkıyor. Kaç. Hayata renkini bir kanka. Satılıp bir kimetin de bravo. Hay aldı satayım. Öldürmediğim mi var bak? Niye ki var? Hep bana bu kadar değil de bakılar bunu koyayım. Bitti dikkat sağlam. Ya var mı? Buraya geliyor. Bana kurtulma. Ha? Şöyle. Alttan doğru. Ağzında götürmek. Ağzında oldu. Öyle değil mi? Ya öyle patladı. Öyle buna kalkmış öyle. Hayır, başına ne oldu? Düttemek mi çekecekler? Evet. Ben buraya koyayım. Kalay bakalım ya. Ölü. Başı işini. Hop. Bayağı bir yok. Gel. Belangkanya boleh kau di belangkanya. Onda. Ha, dinçe değil mi? Ya onda var. Bana ayak timi götürüp ben ayak var ya. Ay normalde. Ağırlıkta 11'de 11 gelip. Hadi akşam. Gelip koy. Bana adaletin cengine böyle bir жалғастыратын ортаға Шаңғырай, ортаға Есенбай, Шынар, Ырысбике, Серік деп жатыр. Есімдері аталған қонақтар қуаныштың төріне билеп шығайық. Жаңа ойын ойнап шамалы бойларын жаздыңдар. Қуаныштың төріне Есенбай, Шынар, Ырысбике, Серік сынды қонақтарымыз шақырайық. Музыка болса келе ойнайық. Kim бастайды? Апалар, ағалар қайсы бастайды? Мына құрметті қонақтар, мына бүгінгі отырыстарың құтты болсын. Бізге қалай келдік? Не үшін келдік? Біздер мына
оқу бітіргелі мына 45 жылда болып қалыпты. Мына жерде мен енді жаңа айта кетейін, бәрі бұрынғыша бәрі жақсы екен, тек бір екі қыз танымай қалдым. Біреуі орынша, біреуі жаңа тыныштық. Екеуі танымай қалдым. Қалғандарында көп өзгеріс жоқ. Айман соғыйы, Рәсима соғыйы, Ақсай жұмаға жеңген бәрі. Сол қалпында баяғы қыз, әлі қыз. Ал енді мынау енді не айтам, манадан бері қыздар, жігіттер бар, жақсы тілектер бәрі айтылып жатыр. Бәрі құтты болсын, дендерің сау болсын. Осы отырысы ұйымдастырып жатқан біріншіден мына Мұрат Тумама бірінші хабар берген Гүлсімге, және де мына Серікбай құрдасыма, мына Ғабыл құрдасыма, Сағираға, Жұмабекеге барлықтарына, осы Қарадағылардың бастан барлықтеріне рахмет, осы ұйымдастырып бізді кездесіп жатқандарына. Көрмеген, 45 жылдан бері көрмеген келіншектер, қыздарды көрдік, біліп жатырдар, өсіп өніп жатыр екен. Бәрі жақсы. Енді айта кетеді, бұл жерде ортамыздан кеткен мана айтты қой, жігіттер мен қыздар бар енді. Солардың бақилық болсын, жатқан жерлері жарық болсын. Дендері сау болса, осы қысқа бәрі қатысар еді. Бізден бірге тойлар еді. Оларға уақыт солай болды. Ол енді Құдайдың уақыт солай болған шығар. Енді басқа не дейміз? Ал енді мына жігіттер, қыздар, кемпірлер, шалдар десем де болады шығар енді. Ал мына отырыстарың құтты болсын, дендерің сау болсын. Тойдан тойға, жалғастырып жаныңға. Алдымыз мына 60-қа келіп жатырмыз ғой. Сол той-тойлап жүре берейік. Енді барлықтарыңа, отбасыларыңа амандық, жақсы денсаулық тілеймін. Енді өз жағдайыма келетін болсам, бір нән, семей жағдайыма келетін болсам, бір жақсы бір дәу келіншегім бар. Келмей қалды, сөйлегір, кәсен жұрт болмаса жүрмейді. Мен өзім мұнда келгеніме бір ай болдым. Жүрсейді, кемпір ана құрдастармен кездесейік, көрейік. Ой, сен бір ай болып жатсың ғой, жаңа Ғабыл құрдасың бар, Мұрат Тумам бар. Сен бара бер шейті ғой, ол мен барып жатырмын, Сағираға да, Мұратқа да, Раяға да. Сені бір көрсейші жоқ. Енді оның мына көршіммен жасым мына Сәуле деген көршім бар іште. Әлі көршім. Әлима Тумам бар мына ауылдан. Ал әрі сол баяғы үйімізде көрші ешқандай өкпе жоқ. Тату тәттіміз, жақсы жүріп жатырмыз. Ал енді өз семьям жаңа айта кетсем, Құдайға шүкір, жаңа дәу кемпірім бар. Кемпірден Құдайға шүкір 8 бала бар. 4 қыз. Оның 3 қыз тұрмысқа шықты. Бірін ұлым үйленді. Құдайға шүкір қыздан 2 немере, баладан 2 немере бар. Ал енді құрам болуға бұл жерде қыздар, жігіттер, шалдар дайын. 3 бала бір қыз бар. Құрам болуға бұл жерде міне айта кетейін. Осы жерде 3 жеңгем отыр. 2 қырағайым отыр осы жерде. Красавон бұрын ойлаған жоқ, құрам боламыз, қырағай боламыз. Ең үлкен жеңгем осы жерде тап жаңағы. Нығмет бақты қыз екен. Одан кейінгі жеңгем жаңа Жұмағыз. Сосын мына Арыс деген міне кластасым Қалдыбай деген ағам бар. Ал енді біздегі отбасы жағдай осындай, бәрі жақсы. Енді Мұрат Тума саған мына кластастарым, қыздарым, жігіттерім десінде болады. Көп рахмет, осындай той жасап, ұйымдастырып жатқан мына Рая, мына Жұмабеке, Сағира, Ғабыл, тыныштық. Сендерге
Şınardı görgün çoğun mu şeydi? Şınar ya. Soğusun tınıştık et, görmemin, rezimet mi? Rezimetim soğuydu yani. O sağına görmüyor, sağan benim ötüm barğana gelin. Niye sağan benim? Al endi mına, balıklarına da otbaslara amandır. Жақсы денсаулық тілеймін. Енді мынау тойға жалғаса берсін. Тойда қуанышта келсін. Амандық саулықта келсін. Суға. Ал енді жігіттер отырмайды, жайлап рюмкал билеп қояған. Бұнда кездесіп болмайды жалғары. Күнде бола бермейді. Ал енді мен шынарға берейін. Жалғас келмей қалды. Құрметті кластастар, ауылдастар, бірге өскен, келіп атқан, мына жол кездесіп атқан кездесулерің құтты болсын, өмір жастарың ұзақ болсын, бәріңізде бала шағаны бағып, тек осылай ақ жақын дастарханда кездесе берейік. Мен өзімді айтайын, жолдасым жұмыста келе алмай қалды. Жалғас Оспан, 7 балам бар, 5 жыл 2 қыз, бәрі де аяқтанып болды. Екеуіне құда түсіп жүгімен бердім, екі қызымызды. Үшеуі де кетті, енді тек бір кенжеміз бар, ол университетте оқып жатыр. Болды, биылдан бастап колледжді бітірдім. Ал енді бәріңді қарап тұрсам, көзі көрген адам жоқ сияқты, бәрі де баяғы партада бір көсіп, бір ойнаған класстастар сияқты. Мен сүйеттім ана, бірден таныдым кіргеннен, Гүлнар, Орынбасар бәрі бірдей сияқты. Ешкімде көз көрмеген сияқты. Тек осылай әп-әсем қыз жігіт қалпында жүре беріңіздер. Сосын мына кімге, мына Гүлсін мен кімге, Орыншаға, Мұратқа рахметімді айтам. Осылай кездестіріп бәрімізді басымызды қосып атқандарына. Өте не айтайын енді, тек бақытты өмір сүріңдер, әрқашанда тек немере шөбере көріп осылай жүре беріңіздер. 13 немерем бар. Кездесіп жатырмыз, көп рахмет. Мұрттық айным. Гүлсі, мына Райлар, кім, Орча. Рахмет сіздер көп-көп. Баланың рақатын көріңдер. Өзім таныстырайын береді. О, түршілік мұна мен жеңгем Рысбекке деген осында. Жеңгем бар жан ғой. Мен тона дастырда бір Қалбай дейтін жігіт шақыртып алдым. 75-жылы. 75 жылы Қалбай дейтін жігіт шақыртып алып, 5 жылдан кейін соған күйеуге тидім. Қалбайға. 80 жылы. Содан 38 жыл бірге жүрдік. Содан келе марқұм болды. 2 қызым бар, 1 ұлым бар. Қыздарым тұрмысқа шықты, екеуі де. Ұлым қолымда, қалаға келіп жатырмын, былтыр күзде келіп едім. Солай енді мен жағдайым. Жақсы, көп рахмет, бәріңізді көрдік, бәріңізді таныдық, бір-бірімізді. Күшекеміз бәрімізді. Бір күйіміз. Жақсы. Құрметті қонақтар, кластастар, отбасыларыңа амандық болсын, деніңіз болсын, еңбектерің жемісті болсын, немерелерің қыдырын болсын, немерелерің жүрегіңіз, осы несіге берілген болады. Әлгі жақта дендімен сауылып, әлгі жақта сауылықты болып, жүрегіңіз тек қана амандық болсын, сәлем қояды. О, жігіттер, мынау енді біз өлеңге жоқпыз, екі бастан. О, Ерқанат құдағала қайдасың? О, құдағала кеше Ерқанат, мына кішкене. Бір әнші бар ма, кім бар енді бізде бұл? Құдаң, жоқ айтты, құдаң өлең айтар ма дейді. Құдаң сен саған жолдаймын енді. Сіздерге бір хабарландырып айтып берейін. Осылай айтаяқтап жатыр. Микрофонды бірден берем. Арыс жағасында деген өлеңді ағаларымыз сұрады, апаларымыздан бәріміз қосып бірге айтайық. Енді бұндай бас қосу күнде болып жатқан жоқ. Сондықтан бәріміз бірге айтайық. Ал айтсақ айтайық. Өзіңмен арыстан, ойында таныстан, жайнап
Kızlar jigitler, енді мына бірге оқыған кластардан кеше дұғай сәлем айтып Шәрипов Ғазизовты білесіңдер ме? Сенбай екеуі сәлем айтып бүгін ара бір күйеу барасы келін алып соған қатысып жаңа ұмытып кетіппін. Сосын Мұрат Тұмам айтып қойды, Тұмамнан базары қара кетіп. Мен шал білмеймін, мен әкелем деп айта алмаймын дедім. Шәрипов Ғазиз дедім. Сәлем айтып жатыр барлықтан мына қыздар жігіттерге деп жатырмын. Мен болмай қалмасын деп жатыр еді. Сосын Мұрат Тұмам айтып қой дейді жаңағы. Маған ертең сарқыт беріп жібердім деп. Шәриповке сәлем айтып бар, едеуінің ақырды. Мына қыздар жігіттер шалдар мен айтқан тапсырмасын айтмайды. Естеріңде болсын. Фильмде отырып, мына күйеу барасы аяқ астынан үйленіп. Білмеймін, мен айтып қояйын, жаңа қалып қойыпты. Ал жасты құда қара енді өзің арқаны жалғастыра бер.
Одан әрі ақ тілекті жалғастырайық. Қуаныштың төріне Абыл, Сағира, Берік, Балжан, Әділбай, Әлима сынды қонақтарды шақырайық. Ал Берік пен ойымызға Сезімді бағала, сен маған лайықсың, басқаға қарама, ақылға алмайсың, өмірің болама, күлесің алмайсың, осылай болама. Жүрегім лайықсың, сезімді бағала, сен маған лайықсың, басқаға қарама. Есімдері аталған ағапалар сөз сіздерде. Ал енді тыңдап отырайық. Осыдан 45 жыл бұрын шулап отырады деңдер бәрін. Әлі шулап отырсыңдар ма қойыңдар жесе. Мынау енді ал халқым жұртым армысың, төрт көзің түгел бармысың, сіздерді көптен сағынып қуанып жаным қалдысын деп ақын ағаларымыз жырлағандай мынау жаздың бір жайма шуақ күнінде мынау 74 жылы 10 бітірген қыздар мен жігіттер, қазіргі шалдар мен кемпірлер мына бүгін басымыз қосылып жатыр екен, аманшылық береді, тірі қалғанымыздың әйтеуір. Ал енді бәріміз де бір-бірімізді қош көрдік. Енді мынау айта берсе сөз көп. Мен сіздерді жақсы көремін бәріңізді. Осы арада 45 жыл өтті. Әркімнің өзінің стратегиясы, комедиясы бәрі бар болды. Болады, бар жақсылық, жамандықтар болды. Өздерің түсінесіңдер бәріңде. Бәріміз де аман емес, бәріміз де осыған жеттік, не болғанда қиындық көрдік, қызық көрдік. Енді оның бәрін өмірдің заңдылығы деп түсінемін мен. Мен де ел қатарлы еңбек еттім. Жаңа айтып жатсыздар, мен сөйттім, мен бәлем бала туды. Оларың дұрыс шығар енді. Өмірге пенде болып келгеннен соң сәби әкелу ол парызымыз өзінің. Еркектің міндеті, әйелдің міндеті. Мен де енді мал бақтым, ел қатарлы жұмыс жасадым. Мына жаңа кім айтты? Біреу айтты, свет жоқ деп. Свет жоқ, свет болған жоқ. Дүниеге 8 бала келді енді. 5-еуі қыз бала, 3-еуі ер бала. 4 қызым тұрмыста. Жақсы, бәрі де ауқатта тұрады. 2 балам үйленді, соңғы балам армияда, бұйырса октябрьде келеді. Жақсы, осындай жаңалықтарым бар енді. Қайғыны басқа бермесін, бәрімізге де аман болайық, сау болайық. Жаңа айтып жатыр, осыны ұйымдастырғандарға көп сәлем. Мен сол ұйымдастырғандарға тағы айтамын. Сендер ұйымдастыра беріңдер. Амандық болса 90 жылдықты тойлайық. Түнде бір үйде қонақ болды, мен таңертең жай тұрдым да, мен бармайым, кемпір сен бар дедім. Содан анау баламды нағыз папа сен неге бармайсың? Сен қай уақытта барасың? 45 жыл болып жатыр дейді. Балам мен 90 жыл болғанда барам дейді. Сонда кім қалады дейді. Мен білем өзім барам дейді. Сол айтқан жақсы енді. Мынау көріскенімізге, көргенімізге қуаныштымыз, осылай көріп бір-бірімізді амандығымызды біліп, бәріміз бір үйдің баласындай осындай құрсай күнімізден 64 жылы мектепке бардық. Мынау Отарғайдың басы күледі. Сол бәрі ақберген бар, бәріміз жетектесіп жүрмеді соларда. Ананың Қыдырғайдың папасы бір гәшесі дебейші болды, екеуміз рөлге тұратамыз, мен айдайып тұра алмайсың рөлге тұратамыз екеуміз. Өмір деген қызық болды. Қазір бәріміз де бала шағалы болдық. Өмір осылай енді. Жақсы кездесе берейік, аман сау болайық. Жақсы. Бәрінің үйлерінде той қуаныш болсын. Осындай той қуаныш жиыннан қалмайық. Ал енді одан қалатындарды білесіздер ғой. Жоқ адамдар қалады, бар адамдар енді. Неден өтіп кеткендері келе алмайды ғой басқасы. Керек шығар не болғанмен. Жақсы. Аманшылықта кездесейік. Сіздерге тек денсаулық тілеймін. Енді сол екеуін сартта қалдырайын. Ал жақсы, мына бүгінгі мына құрдастар құтты болсын, мына 45 жылдығымыз. Ал енді мына бәрімізде болса бүгін бір барымыз жиналып қалған екенбіз. Біздерге тек құт береке берсін. Осы бүгінгі күніміз тек шаттық, күлкі болып әрқашанда тек
Алла тек біздерді тек осылай әлде де алда кездесе берейік. Ал енді ол менде бұрында енді сабақтан қашып дұрыс оқымағасын дұрыстап көп сөйлей алмаймыз енді. Коридорда енді не айтайын, осы бәрімізге құт береке берсін, жаңағы осы бәрімізді өлшеу, бәрімізді әйтеуір күштен қалмай келатып, бізді әйтеуір жаңағыда айтылып отыр, свет жоқ қой, бізді әйтеуір шет жағасын жайлау үйленіп, сонда да үлгердік бір. 5 баламыз бар, иә, шет жағы. 2 қызым, 3 балам. Солардың әйтеуір қызым көрді, немере шөбереміз қызым көреді, шөпшек көрейік. Тек осы кездесу әрқашанда тек осылай кездесе берейік, 60 емес, 45 емес, 50 болсын, 60 болсын, енді жаңағы тұмам айтқан. Енді 90 жылдығында да кездесейік. Алла тек сіздерге күш қуат берсін, бәріңізге де өстік. Басқа не айтайын, аман болайық, сау болайық. Ал енді мына қайырлы кеш, құрметті қонақтар, класстастарым менің және соның жолдастары. Мына бірге келген класстастарым. Жақсы, бәріңіз де келдіңіздер. Мына құттайымыздан бірге өстік, бірге жүрдік, соны кездестірейік деп, осы мына жігіттер қолдап біздерді бәрімізді басымыз қосып атыр. 45 жыл өтіп кеткен екен, 74-тен біз қарай тастай. Менің құттайымнан бірге өсіп, жаңағы класстасып бірге, мен Жетігөлге Қара Ой орта мектебіне 3-ші класстан бастап келдім. Оған дейін менің 1-ші класстасым бірге туып, бірге жүрген Ақберген, марқұм Кенжебай, марқұм Ақберген бәрі дүниеден өтіп кетіп жатыр. Сосын Құлфайызов Аманжол. Ферменің басында болған. Сосын менің қарындасым болған шығар, осы қайда? Кім? Жұмағыз, сен де болдың ғой сол кезде. Бәріміз бірге осып, бірге жүрді, бірге құттаймызды. Содан кейін 3-ші класқа келдік. 1-ші класста менің жеңгем болады, ол да енді 90-ға келдік, әдір жеңгенің өзі қайда, ол Ажар дейтін. Соның қолында оқыдық. Одан кейін жаңа мана жігіттер айтты ғой, Нағип апайдың қолына келдім. Одан кейін Қален ағайдың шығарып салды мені. Жатыратын ештеңе жоқ. Сол кісілердің бүкіл тәрбиесін алдық, бүкіл құрметтерін көрдік, үлкен кісілер жақсы тәрбиелерін берді. Соның тәрбиелері шығар, біздер әлі осы күнге дейін келе жатырмыз. Жаманат ешқандай естіген жоқ, ешкім жақсы келе жатырмыз, шүкірміз. Жақсы. Одан кейін мектепті бітіргеннен кейін 74-ші жылы менің жеңгем класстасым әрі Алма дейтін болды. Өзім ағама бір алып беріп едім. Ағамды кездестіріп, ортасына түсіп, жасыратын ештеңе де жоқ. Ағам, жеңгетай, ағам ол кісіден 17 жас үлкен еді. Жасыратын ештеңе. 17 жас. Соның ортасында жүрдім. Содан комсомол 10 бітіргенде комсомол бригадасын бастады. Марқұм жеңгем, Алма. Жоқ, мен бірінші шығамын деп, сол қол көтеріп, бірінші бастап берді, бәрімізді кәтек қаттығып, өзі бір жеттен кейін күйеуге шығып қашып кетіп қалды. Одан кейін Мәрия кетіп қалды. Қайда Мәрия? Екеуі кетіп қалды. Бірінші бастап кеткен. Содан Жасталап деген бригаданы ашып, соның ішінде осында мына Берік Туман бар, Шынар, Балқия қайда? Сосын кім бар? Оу жаным, Күлән. Жоқ, тұра тұр. Орынша қайда? Орынша. Бәріміз бірге жүрдік, бірге тұрдық. Тумам Есенбай бар, әңгізде Тумам бар. Бірге тұрдық, бірге жүрдік. Содан бір кішкентай нелерін айтып кетейін. Шынар дейтін атқа мінбейді, бір ай жаяу бағап қойды. Мен атқа мінуді білмеймін. Мен саған білмегенді көрсетейін деп. Содан Жетігөлдің басына барғаннан кейін Шынарға айтты, сен менің жертоқымда алдым отырасың ғой. Сен отыр, жайлап атқа отыр, үйретейін сен. Мен артына отырдым да, жайда, артында ертоқымға Шынарды отырғызып қойды. Өйдер барайық дейді. Аққұдықта тұрамыз жаңа. Сайын екем, наставник. Соған ауылдың шетіне шықтық, комсомолдан шыққаннан кейін, әйде аттың басын жібердім ғой. Тебіні бар, әйде шап. 9 шақырым жерге барғанша шаптырдым. Анау ойбайлап бақырып келеді алдымда. Екі қолыммен құшақтап алып Шынар алдымда. Құлайым да, жоқ құламайтынды қорықпа.
жаңа өзімізден айырылып қалды, екі өтек сияқты талтақтап отыр, оны сол күйінде құлатпай алып келді. Содан кейін артынан 2-3 күннен кейін атқа мініп үйреніп кетті. Әне жалмауы дейді мені, сол кезде жалмауы деп енді бәрін ұмытқан шығар деп, мана жаным бетіңнен сүйейін деп келсем, қойшар жалмауы деп әлі тағы қонсы қоймақ, әлі тағы 40 сөзді тағы айтады. Нағашы сосын айтып жатырмын. Енді мына алға қарай бұйырса кездесіп жатса сен айта бересің ғой осыны. Сенің айтуың орынды. Бірақ енді кездесіп жатқанда жаным бетіңнен бір сүйейін деп менің бетімнен бір сүйейін. Соны айтамын. 50 жылда кездескеннен кейін яғни. Енді 50 жылда. Содан бір күні Балқия. Комсомолда жүрміз Балқия. Екеуміз су шашып құдықтың басында ойнап жүрміз. Бірақ шелекпенен бір шелек суды толтырып алдым, ана котлованның айналасын маған су шыға жатыр. Мен қашып жүрдім, бір шелек суды ананың ішіне толтырып алып. Шашам деп қолды шермек болып қалғанда шелек қолымнан үсті басына төгілді де су. Қолымнан шелек шығып кетті де басына тиіпті, Балқия жерге құлады. Мәссаған Балқия талып қалды. Ойбай не істеймін? Марқұм Кенжебай бар қасымда. Не істеймін енді? Не істейсің енді? Өлтіресің ана қыз деп. Ойда құмыр болмай кетті. Құдықтың басына 300 метр жаңа бригада. Екі қолыма бүйтіп салып алып, олай қылып. Сол көтеріп арқалап алып келдім. Әкеліп көйікке жатқызып. Балқияны айнала сипалап, қол аяғын етіп, анау жатыр көктің бақ. Соны не дегенде жаны кірді айтып, артынан тірілтіп атып Балқияны. Соны бір күні орынша, бұл екі бастан аттың құлағын ойлайды, жөнде қарап жүрмейді, ана Кенжебайдың көк аты бар бір. Ана жылқышының баласы ғой, кілең асаудың бәрін, аттардың бәрін таңдап аламыз. Жаңа директордың көк жаңа жүйрікке байға қосатын атын бір күні орынша мініп алып. Жолға қарай ана даладан алмастырады жаңа жігіттер бар. Біреу барып алмастырғаннан кейін мені ауылға қарай шауып келеді. Тек құйында ұшып келеді. Ана қызғанды, ана қыз шауып келеді деп Кенжебай айтым. Соған ана аттың шапқанын енді жүйрік ат тұстыралым. Анадан тек шалқасынан тек жолдың үстінде шауып келеткен аттан шалқасынан тек ұшып кетті. Аттың жүйріктігіне сол аттың несіне отыра алмай шалқасынан түсті. Қыз қалды құлап талып. Міне көз отыр ғой міне. Содан көтеріп бұны алып келдік. Құлап қалды. Одан да маған қалды. Ой, жас кездер өтті ғой, жақсылық уақыттар, жас кездер. Мына қыздарменен о кезде біздер енді мен жасыратын ештеңе де жоқ. Оны жасырмаймын, қыздардың көздері отыр міне. Біреуі Шынар, біреуі Орынша, біреуі Күлән, сосын біреуі Балқия, сосын Зира болды. Жаңа далада барамызда бір баламенен бір қыз қой күзетіп 500 метрдей жерде далада 200 метр, 300 метр ана тордың басына барып жату керек. Содан не істейміз? Бір койка салып аламыз да жатамыз. Жоқ, міне түн жамылып отырмын, жатыратын ештеңе жоқ. Ана қыздармен құшақтасып міне жата береміз таң атқанша. Ойпырмай сол кезде ешқандай ештеңені қаралып жоқ міне. Қыздардың көздері түзу ғой міне. Бәрі отыр, мен жатыратын ештеңе де жоқ міне. Осы қыздарменен кәдімгі бір жыл бойы солай жатып шыққан адаммын. Жатырып. Ешқандай арамдығымызда жүрмін. Қазіргі балдарға салсаңдар қайдан білейді оны? Ондымда жоқ ғой. Алла сақтасын. Біздер сол кезде 74 жылда солай болдық. Сонымен жүрдік. Сонымен жақсы тұрдық, жақсы жүрдік. Қазір сыйласыз, бір-біріміздің семьясы, молодец, бәрі жақсы. Ешқандай арамдық ештеңе салған жоқпыз. Қыздардың өзі. Жоқ, ол апасын ештеңем болған жоқ. Мен апасы болсам ондай жасай болды. Ал жақсы. Мына құрметті кластастар, қонақтар, мына баршаңызға, бәріңізге, отбасыларыңызға амандық тілеймін, дендеріңе саулық тілеймін. Баршаларың дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын, немере шөберелерінің қызықтарын көре беріңдер, қартаймаңдар. Ал жақсы. Өзімнің отбасыма келетін болсам, енді айтып кетейін, бәрі айтып жатыр ғой. 3 жыл бір қызым бар, 3 жылдан 10 немерем бар, қыздан 4 жиенім бар. Шүкірмін Аллаға, бәрін де орындарына қондырдым. Қызым ауылда, бәрін де білесіңдер, жақсы жерде, жақсы тұрады, балдарым да жақсы, шүкірмін. Ел қатарында солай жүріп жатырмын. Сол мына өзіміздің ұстаздарымыздан, үлкен кісілерден алған ұлағаттарымыз шығар. Әлі күнге дейін шүкірміз, жаман ешкімнен алған жоқпыз, жақсымыз, шүкірміз жүріп жатырмыз. Ал сосын осыны ұйымдастырған Мұрат, Серікбай, Тума,
сосын Гүлсім, Рая, Орынша досым. Бәріңе көп рахмет. Дендерің сау болсын. Бірінші бастап атқанда Мұрат звондады, жасыратын ештеңе де жоқ. Абеке солай сөйтіп ұйымдастырайық деп едік, сондай сөздеріміз болып жатыр. Не істейміз? Мен айтым дұрыс дедім, дұрыс. Менің енді жұмыстан қазір жасағаныма 12 жыл болды. Мен заводтамын, жұмысқа шыға алмаймын ешқандай. Субота воскресеньеде шықпасам, басқа уақытта ешқандай шыға алмаймын. Маған ұлықсат, сендер өздерің жасай беріңдер деп сөйтедім. Келістіріңдер, жайлап өздерің телефон арқылы, қазір бәрі сотка бар, телефон бар, бәрін өздерің келістіріп солай жасаңдар. Сол арқылы жасады. Жақсы, рахмет сендерге. Сосын мына администратор осы. Неге осы? Мына осының қазайыны Жұма деген біздің інеміз шығар осы. Бұйырса, мен танысам сол бала болу керек. Ол інеме рахмет. Сосын мына администраторларға біздің жігіттер келіп айтқанда уақыттарын бөліп, біздерге осындай уақытты бөліп бергендеріне көп рахмет айтамын. Ал риза болсын. Бала шағаларының қызығын көріңдер, дендерің сау болсын. Бәріңде аман болыңдар. Жақсы, бәріне де рахмет айтамын. Жақсы, жылымыз құтты жыл болсын, дендеріміз сау болсын. Әрдайым тең амандықпен келсек, жақсылықпен келсек. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Сөз беріңіздер. Ал жақсы, мынау енді құрметті бүгінгі бас қосып атқан 27 жылдар. Бүгінгі мына бас қосу мерекелерің құтты болсын. Дендерің сау бол, осы көрінген бала шағаларыңның қызығын көріп, әрдайым көрген уақытта аман саулықтарыңыз дұрыс болып, осылай тек аман сау жүре беріңіздер. Мына күйеуіме рахмет. Жеті көздің жаңа кроватта көп жатқан қыздардың шықпағанына. Бір қызды шықығанда маған бұйырмайды екен, сол маған бұйырып тұр ғой. Ал сол текенде мен қайдан таптым алды. Ойбай, іздеп күйеусіз қалам ба деп көп бір жігіттерге қарап көз салып жүрдім. Маған қарап тұр екен. Сосын жігіттің тәуірісін ал деп ұстап алып едім, тәуір екен, енді айтып жатыр ғой жақ. Жақсы енді, тек қызыққа тоймайық, амандықпен кездесіп көре берейік. Мен бұл қызды 900 қыздың ішінен таңдап алып келдім, жасыратын ештеңе жоқ. Ал, міне, күнжан біліп отырмын, айтайын. Сол 900 қыз. Шымкентте оқығанда 900 қыз бол, соның ішінен алып келдім. Елу-жетілердің 45 жыл болып жатыр. Құтты болсын. Балалардың қызын көріп, немелердің қызын көре беріңдер. Бәріңе денсаулық тілейміз. Біреу біледі, біреу білмейді. Берісін жолдасымын. Айтпай кетті, 5 баламыз бар. 2 қызды ұзаттық. 3 ұл бойдақ біздерде. Жақсы енді дек, аман болыңдар. Енді жиендер бар ғой қыздарда деді. Шүкір. Жақсы енді, аман болыңыздар, сау болыңыздар, денсаулық болсыңдар. Мына Мұрат біздерге бастап жатыр екен. Апам екеуі енді рахмет сіздерге, осылай бастарыңды қосып шақырып істеп жатқандарыңызға. Серікбай бар, айтып жатыр ғой бәріне. Енді рахмет бәріңізге де. Ал құрметті 27 жылдық жігіттер мен қыздар, мына 45 жылдық кездесулеріңіз құтты болсын. Бәріңізге денсаулық тілейін, денсаулық бастысы. Отбасыларың аман болсын бәріңіздің де. Мана айтып жатқан құрдастардың тілектерінің бәріне қосылан, аман сау болыңыздар. Шүңгіле сүйіңдер, өлердің бар болыңдар. Ал енді сіздерге бір әнім бар. Бір әнім бар айтатын. Жастық шақ кесіптерің алып айтарсыздар. Аға сурет кетіп олайық. Мен қосылмайын. Аға сурет кетіп олайық, аға. Тереземнен соққан самал еседі-ай.
Жүрегімді ғашығы өртеді-ай, сенің нұрлы мөлдіреген көздерің. Жүрегімді менің тербеді-ай, іздеймін деп сен-ай, таусылардай демін. Елестейсің сен сағымдай, күтемін мәңгі өзіңдей жанды, қалмаймын мәндай аяулы. Жаңылып түніде, шуақты күніде, іздеймін сені аяулы. Қиялдағы қозып күнім ай, айлы жырның күнді көремай. Теңіздегі толқын соққан теңіздегі келмедей, тербеді көңіл сен іздеймін деп сен-ай, таусылардай демін. Елестейсің сен сағымдай, күтемін мәңгі көзімдей жанды, қалмаймын мәндай аяулы. Жаңылып түніде, шуақты күніде, қалмаймын мәндай аяулы. Барекелді рахмет. Құрметті қонақтар, міне бүгінгі сіздердің 45 жылдық кездесулеріңе енді жолдары түсіп арнайылап келіп жатқан алматылық сәт тобын шақырайық. Алматылық сәт тобы бүгінгі Қараойлық 74 жылы мектеп бітірген түлектерді құттықтап, Алматыдан келген. Ал сәт тобын қарсы алайық. Құрметті ағайындар, қошемет болсын дегенімізге. Сіздердің әдейі 45 жылдарыңызға келіп жатыр. Бәрекелді, ассалаумағалейкум баршаңызға. Осындай бір керемет мерекелік кешті көріп өзіміз сөздің шыны керек өте қуанып отырмыз. Өйткені 45 жылдық дегенде өмірімізде бірінші рет осындай бір мерекелік кешке қатысып жатқан жайымыз бар. Әрине, бізге де бұйырсын дегіміз келеді. Әрине, сіздердің осындай бір керемет кештеріңізге жүректен шыққан әндерімізді алып келген болатынбыз. Өздеріңіздің жас кездеріңізде хит болған керемет әндерден құралған попурри 80-90 тек біздің сіздердің құрметтеріңізде, біздің тартуымызда. Ортаға шығайық, той мерекелеріңіз құтты болсын. Ал хей! Сөзімізден қосылып отырайық. Хоппа! Же! Ортаға шығайық. Бәріміз бір өмір жолын бастап едік, бәріміз бір
Рахмет, тамаша. 25 жылда кездескен жағдай. Көп рахмет, міне сәт тобы бүгінгі сіздердің 45 жылдық мерейтойларыңызға келіп, әннен шашу шашты. Ал бәрін соғып қойып, адендің жерде бір не бар. Алдында ғана сұрақ бар, соны жауап беремедір. Викторина дейді. Шулама жауап береді. Кілем мектепте жеңіл сұрақтар. Бәрі. Иә, бір жыл масалы бастап айтып көре міне. Серіп қоймейдің күртім. Айтқандарды қазір танап отырады, кім неше беретін. Ал ойларға тақты қалыңдар, я жадыңдар. Ал опамай ғана сұрақ міне, Лениннің туған жылы. Қанша? 1870? Неше? 70 ойды ма, 75 ма? 1870 жыл. 1870 сода? Да, енді екінші сұрақ. Абай жолы романы қай жылы жарық көрді дейді? 60. Не тұтты шоқында? Қайдала? Жоқ, кім оқымайды оны қосын. Кім оны оқымайды? Не көптен сұрақ бұл? Ай, мен оқымасам да әдебиеттен білесің ғой. Қалай? 61 жылы. Түсінбедім. 61. 60? Ой, сен Ен 22 түктен болды. 2000 жыл. Так, болдыңдар ғой. 68 дедің ба? Айтыңдар. 68 1942 жылы. Так, ал енді мынау одында жеңіл сұрақ. Тақиялы періште фильмі қай жылы шықты? Әміне пайдан тайлақты көрдіңдер ғой бәрінде? Сол тайлақтың ұрыны ойнап атқандарың бар ғой осы жерде кейінімізде жаңа? Айтаққа кім? 66 тағы бар ма? Болдыңдар ма? 90-дар ма соғын? Тағы бар ма? Неше? 69, 66, болдыңдар ғой? 29. Oldu mu? Al iki adam olduk da. Kalanların oldular mı? Kal. Ay tamam ben. Tüm takımda yazıp ettik. 61 getir oldu. Niye 61 demedin? Жоба аққай екінші. Al жақын. Комиссия аққай dedi. Так. 4-cü klasta оққанда. 4-cü klasta қабырға нетінің аты не болды? 4-cü klasta. Кірпі. Аңдау? Сені қазір ошаған қалар бәрін деске? Біреудің ұшы білмейді. Келіп қана кірпі деген сен мұсың да? Кірпі ғой, кірпі. Ал болды ғой,
Біреу шаршқы деп жатыр, біреу кірпі деп жатыр. Oldu mu? Kırpı bu. Adetindер 3-cü klassdan 1-ci klassga uçup kettindir mi? Turda okudundur mu? Qaysi bileyim? Yeni bilirim. Kırpını koyduk. Daha ne etti? Şanşkı değil? Al oldu mu? Oo, mallar 3-cü klassdan 1-ci klassga gitip bulundur mu? 4-cü klassdan kalgan dedim arada uçkun boldu. Orada çıkar oldu ki iman çektirip redaktörü olup kömektetip bilir. Bu mallar 4-cü klasslarını bilmedin mi? Sen 1-ci klassdan ayt. O da gelip kolumda kazanmış kadar. Tak. Bizdeki bolgan men başkalar koldanатын нәрсе deydi. Bizdeki bolgan men başka biri koldanat. Adamın adı mı? Нәрсе деп тұрмыз ғой. Адам кім айтады? Адамның атын айтады. Біздікі болған. Айман дей ба? Болдыңда ма? Oldu mu? Айман. Адамның аты дұрыс. Расиба ақыры Айман шоу болды. Адамның аты. Так, қай айда 28 күн бар дейді? Февраль. Шумамай айтыңызшы мені. Қарашада. Мына жиырма. Барлық айда 28 күн бар. Аққайды қалай қота бер. Аққайды көйлеп қой. Барлық айда бар ма 28? Так, ұдарған тайы қысқаратын нәрсе. Күн. Ұдарған тайын қысқаратын. Ұдарған тайын қысқаратын көлікке қалай қысқарады ұдарған тайын? Кім дейді? Автоғын тоқтайтындар ма? Толай қалды ғой, е? Қарай, сұрақ қалай? Ұдарған сайын қысқарады. Ұдарған сайын қысқара беретін нәрсе. Мына темір жол дейсің ба? Өлі мына салқында ұзалама жазақ теріс қарамай ай бедейді онда сендер бедейді бақтыңдар мұнда бедейді ұдарған сайын қысқаратын өмір дейді. Кім айтты? Нені? Сендермен бірге оқымағансың тыңдамаңдар. Адам өмірді айтты ма? Айтты. Так, елімізде талдардан жасалған қорған қай қалада? Кім? Мен сағындық бат. Жеген сайын жылағатын нәрсе дейді. Жуа. Жуадан көп таяқ жегендер ғой. Бәрін де же таяқты жеген сайын өкіріп жыламадың ба? Жақсы. Ал бәрін шұғыламайтындар. Ең жеңіл сұрақ. Кеше кімнің туған күні болды? Астананың. Алдында бірінші кім айтты жаңа? Сәуле. Кеше алдың туған күні. Айттың ең жеңіл сұрақ.
30 минут болдық. Келетін 20 минут ары қарай жалғай бер. Бір келді мына. Ағамыз көңілдеріңіз көтеріп, әзілмен сұрақ қойып, әзілмен әдемілеп жауап бердіңіздер. Ал енді 90 ауыз сөздің толықтай түйінін қоюға қонақтарымыз шақырайық. Енді әркім әртүрлі жұмыстарымен енді асығып та отқан болар. Сондықтан 90 ауыз сөздің толықтай түйінін қоятын Гүлсім, Серікбай, Жұмабеке, Мұрат, Раян сынды аға апаларымыз шақырайық. Музыка болсын, билеп шығып келіп, бүгін қуанышын сүйіндеп берсін. Ал сөз күні сіздерде жақсылап бүгінгі қуанышымыз түйіндеп беріңіздер. Айтылды, енді бүгін мына класстастар, құрбылар, ауылдастар. Бүгін мінекей 10 бітіргенімізге 45 жыл болған екен. Соны кішкене ұйымдастырып жіберейік деп Мұрат ұйымдастырушы, оның жаңаға кішкене қасына себепкер болып, біздер де соны ұйымдастыруға қатыстық. Осылай жаңаға в общем, біздің кешіміз өте жақсы өтіп жатыр деп өтті деп есептеймін. Бәрің де ат салыстыңдар, бәрі жақсы өтті, көңілді. Бүгін бір арқа жаққа болып демалып, кішкене жақсарып қалды деп ойлаймын өздеріңді. Бәріміз де сондай ойдамыз. Енді біздің класстастардың ішінен енді 45 жыл болды. Біздің арамыздан ғалым шықпаса да, дәрігер шықпаса да, жаңаға өте жақсы азаматтар шықты, азаматшалар шықты, өте тәрбиелі отбасы, бәрі де өте жақсы, балдарын тәрбиелеп, өте жақсы семья болып шыққандарына мен қуанам. Өзімізді бірге жүріп, бірге тұрған жолдастарымыздың ішінде де ең жақсы жақсы семья болып әйтеуір ешкіммен ажырасып, бір жаманат болған жоқ. Осының бәрі біз үшін өте жақсы деп есептеймін. Енді айтатынымыз бұрынғы жаңаға 11-ші нешінші класста оқып жүргенде, 3-ші, 4-ші класста оқып жүргенде бір сіздерге жаңаға балалық шақа саяхат жасап жіберейін. Осы Расима, мына Жұмағыз бәріміз күшті дос болдық. Ерекше енді кластың ішінде бір ерекше достар болады ғой. Алайынша сыйласқанмен де ерекше достар болады. Үшеуміз бірге жүрдік, бірге тұрдық. Жаңағы екеуі интернатта жатты. Мен де Жетікөлдің орталығында өзім сонда туып өстім. Мыналар жаңағы неден фермадан келіп интернатта жатты. Сондағы біргесінде қалғаны мына Расима мен Жұмағыз интернатта жатты, дежурный болады. Дежурный болған күні біздер барып тамақ ішеміз. Сосын айтамыз жаңа бүгін Расимеде бүгін Жұмағыз дежурный. Ой, онда кетіп тамақ ішейік дейміз. Содан жүгіріп кетеміз. Сөйткенше қоңырау болады. Жұрттың бәрі классқа кіріп кетеді. Біз тамақты ішіп, интернаттан тойып, таңқиып келеміз, қоңырау соғылып кетеді. Классың есігін қағамыз, тиел қайын сабағы. Сосын бір ақта кіреміз. Қайдан келдіңдер? Үндемей тұрамыз. Сосын интернаттан келдіңдер ме? Жоқ. Сосын Расима дейді, менің аяғыма қарашы дейді. Қарасам сармай танып кетті. Жанталасып жеп жүргенде нанға сармай жеп ауызға басып жүрген, ол барғанда аяғына түсіп кеткен ғой. Бүйтіп аяғыма қарашы сармай тұр. Сармай тұр. Неге ағай көріп қалды, қайсы тамақ ішуін деп шық қалды. Бәрімізді класстан айдап шығады. Содан кейін бригада жаңаға енді жас шегерде болдық біздеріне. Әділбай бар, Ақберген бар, марқым. Мына Әділбайлар бізді пысқырмайды, атқа мінеді вечерге кетіп қалады. Содан жаңаға клиент қыздарға алып қоямыз. Сосын біздерді кім апарады енді вечерге дейміз. Содан Ақберген біздерді ақ көңіл қылып. Ай қыздар, дайындалдыңдар ма? Ол шығайық. Мен атарбаны жеген дейді.
отырғаны жеген, бәріміз тең, тарсылатып тойға алып барады. Жоқ, өз қобалына не керек қасқа? Жатқан жері жайлы болсын. Ақ көңіл, ақ қау, сондай болды ғой, ақ берген. Мына әлдібайлар жүйші болса қашып кетеді ғой бәріміз тыстап. Ақ берген қасқы сол не бейнетті шеш. Қыздардың бәрін тіге батарбаға апарат. Сосын болдыңдар ма, қыздар қайтадан тігейді. Одан жаңа кішкене андамда жүгіріп кететініміз бар. Жүзге отырып алайық деп. Сондайда күтеді, сөйтіп алып келеді. Қазір есімізге түссе ақ берген бір жағынан сағынасың, бір жағынан жаңағы күлгің келеді. Осындай жағдайлар бәрі басымыздан өтті. Енді тек басымызға аманшылық берсін Алла тағала, осындай бір ауызды болайық. Деніміз сау болсын алдағы кезде. Тек жақсылық болсын, анда-санда кездесіп, бір-бірімен сыйласып тұрайық, сіз біз десіп, сыйласып тұрайық. Бұдан басқа ештеме жоқ. Тек қуанышта тойда кездесейік, тек жақсылық болсын басымызға. Жақсы, құрметті құрдастар, класстастар, бүгін міне барлығымыз 45 жыл кездесуге қатысып, бір-бірімізді көрмегендерімізді көріп, мәз болып жатырмыз. Енді бұның үстінде біреулер айтып жатыр, бәленді танымай қалдым, түгенін танымай қалдым. Мен әйтеуір ешкімді танымай қалған жоқпын, бәрін де таныдым. Барлығыңызда сол бұрынғы күйлеріңізде, бұрынғы шал кемпірдей емес, жап-жас сияқтысыңдар. Соның ішінде мен мына Расима қарындасым тіпті ешқандай өзгермеген, тіпа-тіпа тіл көзден аман болсын. Сол күйінде екен енді. Ал енді барлығыңызға да енді осындай кездесу, 50 жылдық кездесуге кездесейік. Отбасымыз, бала-шағамыз бәріміздің аман болсын. Жаңа енді рахмет айтып бастар ғой. Енді ұйымдастырушы негізі Мұрат. Біз соның соңына еріп, мен жаңа мәшеме андырындайларын тасып, сондай неде жүрдім енді. Осы шамалап ат салыстық, рахмет айтып отқандарға сіздерге де рахмет. Енді жаңағы класстар жөнінде қызық әңгімелерді айтып жатырlar. Бұрынғы кезде біздерде енді сотқа, телефон деген ешқандай ештеңе болған жоқ. Біздің қызығымыз жаңа бір-бірімізге блокнот альбомға жазатын бом-бом, открываем альбом, болмасын өкпе, бірдеңе-сірдеңе деп сөйтіп жазатын. Соның өзі қызық еді. Сол кейбір нелер әлі біздерде жатыр енді. Қарап отырсаң есіңе сақтап күлесің енді. Сондай қызықтар болады енді. Ал қазіргі балаларда енді ондай ештеңе жоқ, соткымен нетеді, бір-бірімен сөйлесіп, оларға да бірақ енді артынан енді қызық болуы мүмкін. Ал жақсы енді құрдастар, класстастар, қартаймаңыздар, осылай жап-жас күйінде барлығыңызда жүре беріңіздер. Алыстан келіп отқан Мария Тәғін, Серік құрдасым, тағы да басқа аталмаған құрдастарым, барлығыңызға да рахмет келгендеріңізге. Отбасыларың аман, тек жақсылық бола берсін, бала-шағаларыңыз аман болсын. Ал енді жаңа барлығы да айтып отырмын, мен де семья жөнінде айтып кетейін. 6 балам бар, 5 ұлым, 1 қызым бар. Барлығы аяқтанды, жақсы, шүкір. Тек бір балам аяқтанған жоқ, қалғанды шүкіршілік етемін. Жақсы. Жақсы, 57 жылғы қыздар мен жігіттер бүгінгі енді мына 45 жылдық мерекелерің құтты болсын. Барлығыңыздың отбасыларыңыз аман, тек дендеріңіз сау болсын. Осы жұптарың жазылмай 50 жылдық мерекеге жетіңіздер. Тек балдарың қызығын көріп, жапырақтарыңыз жайыла берсін. Жақсы. Мына жасаған жігіттер мен қыздарға да рахмет енді. Ал мына Мұраттың класстастары, 57-лер 45 жылдық мерекелерің мына құтты болсын. Ұзақ өмір сүріңдер, балдарыңның қызығын көріп, немере шөбере сүйіп, осылай келесі 50 жылдыққа дейін осындай жас күйлеріңде қайтадан кездесуге жазсын сендердің. Мен айтайын, манадан бері сендер арая көмектесті деп айтсыңдар. Мен ешқандай көмектескен жоқпын мен. Енді айтып атқандарыңа бірақ рахмет. Енді бір арасында ақша ұстап жинап қалғаным болмаса, мен емес қой енді Мұрат қой. Бірақ енді сөзбен кішкене көмектескен шығарым. Енді
Мұрат деген тіпті өзінің балдарының, ұл қыздарының да бір тойларында ешқандай үйден ешбір тойдың бір ешбір не істеп жатсың, ондай ұйымшылдыққа дымында қатысып көрген жоқ. Мен өзім де таңғалдымша, уайымы да көп болды. Мен айтам, неге жүрсе, 57 өмір бастарын қосылмайды дедім. Өтірік емес айтқаным. Соның бұда уайымдады. Ойбай, бәлем, әлі жиналмай жатыр. Біреу әкелді, ең бірінші әкелген сағым мен күлән. Рахмет оларына, еттек айтқан бойда жетті. Одан кейін адам жиналмайды. Мен айттым ғой, сенен 57-лерін жиналмайды деймін мен. Күнде басына ұра берем ғой. Содан енді әйтеуір жиналды ғой, күнде телефон соғады, анау қайта соғады. Мен айтам, бір айттың, болды, айтпа. Келетін адам келеді, неге қақсап, ана қайта зорына ересің? Деп қоям ғой жаңа еле, тоның жоқ. Енді мықты уайымдады, бұндай мысалы тамады жалдау, тойларда ешқандай басын ауыртпайды. Барлығын біз өзіміз өткіземіз, бұл тіпті тек айтып қонақ ретінде баратын еді. Өзім де таңғалдым, тамады, мынандай шығару, бәрі жұмыс. Соның бәріне де уайымдады, сендердің қалталарын көтермейме деп көп ақша сұрауға да ұялды. Әуелі 7,5 мың деді, одан 8 мың деді, жетпей шығар. Енді үйден шығарда маған ақша да алып шық деді. Мен жетпесе қалтамнан ақша болсам деді. Онда алып шықтым. Құрсын енді осы көтеріп шықсын деп. Енді осы бәріңді бір недей көтеріп келіп жатқандарыңа көп рахмет. Мынадан көп сөз айтып жатсыңдар. Ұзақ өмір сүріңдер. Осылай ұл қыздарының рахатын көріңдер. Тойлап жүре беріңдер, осылайларыңыз болып. Рахмет. Ресторан иелеріне сосын Ерқанат Балзын тамадыға да көп рахмет. Ал құрметті құрдастар, мынау марайын бері көп жұмыс бітірдік. Енді басы кішкене қиындау болған еді. Манада енді айттым ғой. 40 жылғы өткізе алмағаннан кейін енді мұндай 45-те енді бірден қылып өткізейін. Ұйымдастырайын, не істейін деп барымызды нетіп. Енді өзім денсаулығымда жоқ, білесіздер ғой. Бұрын енді ешоқта енді 100% қайтан түзелмейміз, бір 80%-тай жақсы болып жүредім. Артынан кішкене ойладым, үйттім. Күннің осырлығы болды, шарадым, 60-ға дайын түсіп кеткен сияқты болып еді. Енді бүгін сіздерді көріп кеткеннен кейін 70%-ке енді тәуір болып отырмын. Ал балықтарыңызға да көп рахмет. Енді осы кешіміз арқарай жалғаса берсін. Енді жаңа жұрттың бәрі айтып жатыр, рахмет деп жатыр. Енді жалғырмаған емес. Рахмет енді мына Серікбай көп рахмет айту керек. Машинамен жүрген негізінде жүрген не ғой, менікі ауызбен неті ғой, тек ақша жинап нетуменен. Енді жаңа араяда айтып жатыр, уайымдады, нет деп, уайымдадым енді. Тіпті балдарым да айтады, сізден басқа нететін адам жоқ па? Сізде бізге керексіз ғой дейді. Ауырып қаласың деп айтады да балдарым маған. Енді нетпейм ғой, барынша шыдап десем, балдар көмектесіп жатыр ғой деп, мен бәрі көмектесіп. Енді алдада енді 50 жылдық кездесуімізді бұдан да тәуір қылып өткізейік. Біздер енді бағласы барлық енді атқарып болдық. Енді эстафетаны арғылақта береміз. Мына отыр ма, мына ауыл кімдер, мына. Шында да мен басында неттім, көбірек айтуға, кейбіреулер енді көтермей қалар. Ең болмаса 10 мың деп айтайын деп едім, енді нетпей қалсақ, болғанда жетпей қаларымыз дегенді барынша енді сонымен етейік деп, мына осында ірішерге кішкене көмектесіп, айтып өзім нетін дағым бет, өйтті мына Ерғаным құда балада жақсы көмектесіп жатыр. Бармағы бәрін енді көмектесейін, өткізейін деп нетті. Енді көп төлеп нетпей қой, енді негізі планымыз көп ұйымдастыра алмай қалдық енді.
оған мойындаймыз. Дегенде бір немен бітіп алдыңыз енді әрі бұлай шегіміз әлі тарқамай қалған жерлер бар деп нететін болсаң да ертең қайтадан бірінде уақытын етіп мына паркке ана өнер орталығының қасына жиналып сол жерде парктың ішінде суретке түсейік қасында мешіт бар мешітке барайық сол жерден сосын бір кафеге енді өз қалтамыздан қосып тағы да былай отыруға болады оны өздерінің шешімдеріңізбен етеді. Енді шақырып қонақ қылуға енді ауылдық жер емес. Мен ойланбастан үйге шақырып қонақ қылайын деп бәрінде маған әр кеткізіп бір 10-15 әр кеткізіп 20 адам сиятын болды енді. Жасыратын ештеңе жоқ. Әлі денсаулығымда болмай жатыр, көп нем жоқ. Ал енді сол барлығы айтылып болған шығар деп ойлаймын енді. Барлықтарыңызға да мына ортаға көңілдеріңізді бөліп, көтермелеп келгендеріңізге көп рахмет. Әсіресе мына серіктегі әдім мынау алыстан сонау Теміртаудан, Шымкенттен Зылиқа келіп отыр. Россияда мына Мария кімдер келіп отыр. Ана оң бергенде шекарадан өтіп сияқты ода келем деп өтіп, қасында күйеу балам бар алай келдім деп. Мына өзіміздің мына Ақтаудан, Атыраудан келіп отқанына Қолсардан орынға тартымын да келіп отырмын. Барлықтарыңызға болсын жақсылық тілеймін енді. Толықтай жүйін айтып тастайын енді. Армысыздар ағайын, армысыздар туыстар. Аман-есен оянып жаңа күнді бастадың. Қайырлы таң бәріңе ашық болсын аспаның. Аман-есен жүріңдер отыра беріп жастарың. Денсаулыққа жетеме атақ байлық мансабың. Бақыт пенен бәріңе денсаулық тілеймін, керегіне басқаның. Жастастан айтатын бір ауыз сөзім бар, көп уақыт алмаймын. Мына енді Мұрат пен Серікбай екеуі маған звондады. Солай 45 жылдықты жаңағыдай өтсе атымыз сәке. Алыстағы сен ғой енді. Сосын негізі майды жеремесі болу керек, май жеремесі ораза болды. Оразаменен жаңағы сол қабаттасуға тағы болмайды. Одан кейін үйенің 25 болды, үйенің 25-іне тағы мен Мұрат пен Серікбайға айттым. Сояса менің қасымда напарнигім отпускаға шығып кетті. Ал енді мен үйінде қолым босамайды дедім. Үйде неғып отырсаңдар, үйілге қалдырдар дедім. Мен де 45 жылдан бері көрмеген достарым бар, құрдастарым бар. Сендер ауылда Ақтөбеде көріп отырсыңдар, бәрі бірге жүрсіңдер. Енді мен осы бір тілегімді орындаңдар дедім. Оған көп рахмет, Мұрат пен Серікбайға көп рахмет айтамын. Осы менің тілегімді орындап, сосын өзі маған қайта звондады. Біз школда жүргенде ішінде кішкентай мен болғым. Бойым кіші. Соңғы енді бізді керісінше ұзын тұра деп айтатын еді бұлар. Ұзын тұра сен айтқан тілегімді орындадық, үйдің алтысына істейтін болды деді. Сосын мен қуанып кеттім мықты. Осы рахмет, көп рахмет, башаған қызылын көр айналайын. Қалай онда тірі болсам жетемін дедім. Қайда болсам деді, осы Қазақстан түгінде болсам жетемін. Сонымен келдім мен. Сіздерді көрдім, көрмегендерін бәрін көрдім. Көңілім бірленді. Бәрінде аман болды, сау болыңдар. Өмірлеріңіз ақ болсын, немелерің аман болсын, отбасыларың, ошақтастарың аман болсын. Тек қана жақсылық болсын, жамандық болмасын. Серіктің айтуымен 6 жыл болып қалды ғой. Алдына бір түрдің айтатыны бар. Жігіттердің өткенде қалған ақша қалған призі бар екен. Соны оны өзіміз шешіп комиссия сол призді беріп жіберейік деп отырмыз. Ең бірінші приз тыныштыққа береміз. Класстың ішіндегі ең бірінші тұрмысқа шыққан қызымыз тыныштық екен. Тыныштыққа. Бірінші тұрмысқа шыққан.
Айтылар микрофон. Көп бала. Алыстан келген сыйқаға. Көп балаға, ағырды әкеге, көп балаға әке орынбасарға. Алыстан келген Марияға. На ладони мысли пламенем горят, сердце стонет. Аромат любви твоей обжигает. Ты звезда моих очей, самая моя. Ауылда күннің шөкінге. Опай, 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 опай. Мыналар қайтет, аңдырылар астанада жоқ дейді. Астына келген серік көшікке. Үлестіре қойыңыздар мына. Ішінде кішкентай ойыншықтары бар, немерелеріңізге басындар болады. Оралдан, Шымкенттен деп беріп жатыр, алыстан кетті. Шекенттен келген деп беріп қойыңыздар. Ал мына тілек айтқан ағаларымыздың, апаларымыздың тілегін алып қояйық, содан соң дастарханның батасын аламыз. Шағаттап қалдырмай алып қойыңыздар. Бүгінгі 45 жылдық кездесуіміздің соңғы тілегі демейміз, ертең тағы жиналамыз деп жатсыздар. Мына бірінші столға барған жоқ па? Мына режеп барда үш столға барды ғой. Сүйісті қыздар бақтау дейміз. Ой, бағынып отырып сүйісті қыздар. Бірақ адам ой, шығалмайды Қазір қуанышымыз аяқталды. Жігіттердің суреттерін сақланды. Ресторанында уақыт аяқталып қалды. 45 жылдықтан кездесудің естері. Бүгінгі қуаныш бүгіннің тарихы шаңырақтарыңызда 45 жылдық Давай, жігіттер давай, жолдарың болсын бәрі. Біздер былай ішеміз дейді ғой.
ой базолет қыздар баққан тілектің бәрін қажет. Қуанышта тойда жолығамыз. 15 жылдық